Баршаңызға сәлем достар. Плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәтті тағамдардан бас тартқанда ағза қандай жағдайға ұшырайтыны туралы айтатын боламыз. Көп адам ұннан жасалған тағамдардан және түрлі тәттіден бас тарта алмайтынын айтып, шағымданып жатады. Соның салдарынан қант диабеті, артық салмақ, күйзеліс сынды кеселдерге ұшырап қиналып жүреді. Күйзеліске түсіп, бақыт гормондары азайған сайын орнын тәттімен толтырып, көңілімді көтеремін деген ойда қате. Керісінше, зардаптың үстіне зардап жамыла түседі. Бір қарағанда қиын болып көрінгенмен тәтті тағамдардан бас тартуға болады. Неліктен біз тәттілерді жақсы көреміз? Тәттілер қуат көзі және оларға деген махаббат табиғатпен анықталған. Тамақтанудан алатын ләззат тағамды белсенді түрде табуға мәжбүр ететін ағзаға механизмдерінің бірі. Тиісінше, өнім қаншалықты көп калорийға ие болса, оны дене жасушалары сіңіретін компоненттерге бөлу оңай болса, соғұрлым ол бізге ұнайды екен. Қандай мөлшерде қант жеуге болады? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қант тұтынуды ас үлесінің жалпы энергетикалық құнын 10%-ға дейін азайтуға ұсынады. Ал бұл артық салмақ пен тіс ауруының қаупін азайтады. Сарапшылардың айтуынша қантты күнделікті калорияның 5%-на дейін төмендету денсаулыққа қосымша пайда алып келеді. Сондықтан белсенділігі төмендеу, бойы 180 см мен салмағы 70 кг, 30 жастағы ер адамға күніне 60 граммнан аспайтын қант жеуге кеңес беріледі. Қазір статистикаға сәйкес, орташа есеппен алғанда, бір адам жылына 40 кг қант тұтынады екен. Бұл күніне шамамен 109 граммды құрайды екен. Өзіңізді тәттілерден қалай шектеуге болады? Біріншіден, тұтынатын ас үлесіне күрделі көмірсуларды қосыңыз. Тәттілер ағзада қарапайым қанттарға тез ыдырайды. Бұл сізге жаңа энергия көздерін іздеуге мәжбүр етеді. Дәннің бір бөлігі ақыр соңында қарапайым қантқа айналады. Бірақ бұл процесс ұзаққа созылады. Сондықтан сіз ұзақ уақытқа дейін тоқ болып жүресіз. Екіншіден, қант қабылдауды біртіндеп азайту керек. Шайға 3 шақпақ қанттың орнына 2-ден, содан кейін 1-ден сала бастаңыз. Тәттіні серігіңізбен немесе досыңызбен бөлісіп жеңіз. Үшіншіден, тәттіні жемес бұрын ойланыңыз. Компьютер алдында кәмпиттер, ал жүгіргенде балмұздақ жемеуге тырысыңыз. Себебі сіз мұндай жағдайда қанша мөлшерде қант тұтынғаныңызды сезбей қаласыз. Төртіншіден, тәттілерді жеуге байланысты рәсімдерден бас тартыңыз. Мысалы, әріптестермен бірге түстен кейінгі шай, театр буфетіндегі тәттілер. Бесіншіден, өзіңізді тәттілермен марапаттауды қойыңыз. Бұл зиянды әдетке әкеліп соқтырады. Алдымен сіз маңызды жобаны аяқтап, торт сатып аласыз. Содан кейін сіз күйзеліс кезінде тортты жей бастайсыз. Өйткені тәтті сәттілік пен қуанышпен байланысты. Тәттілерге жұмсайтын ақшаңызды өзіңізге пайдалы іске жұмсауға үйреніңіз. Алтыншыдан, тәттілерге деген құмарлықтан құтылудың жолдарын ойластырыңыз. Мысалға, 50 рет отырып тұру жаттығуын жасау немесе шет тілінен 10 сөзді қайталап жаттау. Физикалық немесе ақыл-ой күштерін жұмсағаннан кейін тәтті туралы ойламайтын боласыз. Тәтті сусындардың орнына су ішіңіз. Бір банка кола құрамында 39 грамм қант бар. Бұл бір адамның орташа тәуліктік тұтыну көлемінің жартысынан көбі, ал бір стақан апельсин шырынында 33 грамм қант бар. Сегізіншіден, жапсырмаларды оқуды әдетке айналдырыңыз. Қант сіз ойламаған көптеген тағамдарда болады. Мысалы, мюсли пісіруді қажет етпейтін тәтті ботқа кетчуп. Оларды қантсыз ұқсас тағаммен алмастырыңыз. Тоғызыншыдан, тоқтық сезімін сақтаңыз. Егер сіз өте аш болсаңыз, не жейтініңізді бақылау оңайырақ болады.
10. Тәттілерді өзіңіз дайындауға тырысыңыз. Бұл жағдайда сіз олардың құрамындағы қант мөлшерін реттеп отыруға мүмкіндігіңіз бар. 11. Құрамында хром бар дәрумендерді тұтыну қажет. Кейбір зерттеулер бойынша хром пикалинаты көмірсуларға деген құмарлықты төмендете алатындығы анықталған. Ескертетін жай, бұл әдісті қолданбас бұрын дәрігермен алдымен кеңесіп алған дұрыс. Егер осы ұсынылған кеңестерді сіз орындайтын болсаңыз, ағзаңыз сізге алғысын айтатын болады. Сіз тәттіден бас тартқаннан кейін сіздің ағзаңыз қандай өзгеріске ұшырайды? Біріншіден, 1 сағаттан соң қарныңыз ашқандай сезімде боласыз. 1 күннен соң жүрек соғысы мен қан қысымы реттеледі. 3 күннен кейін 1-3 күн аралығында созылатын тәттіге құмарлық тоқтайды. 1 апта өткенде көңілге көтеріліп, тері жақсарады, денеде көп күш-қуат пайда болады. 1 айдан соң есте сақтау қабілеті жақсарып, ұйқысыздықтан арыласыз. 1 жыл өткенде ағза толығымен қоректік заттармен азықтанып, артық салмақтан арыласыз. Осынша пайдасын көре тұра, өз-өзіңізге уақытша қалауыңызға қарсы тұра алмасаңыз, зиянды тәттілерді аса зияны тимейтін азықтарға алмастырып отырыңыз. Кептірілген жемістер, зефир, мармелад секілді тәттілер, шоколад, кәмпиттердің орнына алмастырған дұрыс. Өз ағзаңызға зиян келтірмейтін тағамдарды жеп, өзіңізге пайдалы дәрумендер мен ағзаға тиісті заттармен алмастырғаныңыз дұрыс. Өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.